Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үлпілдей жұмсақ болып шығатын, өте дәмді, мамықтай жұмсақ болып шығатын булочканың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер, сіздерге ұнары сөзсіз. Және видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне 2 ас қасық ұнымызды қосамыз және ашытқыны қосамыз және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымызды осылай шетінен қоса отырып араластырамыз. Ұнды жаңағы булочкаға өлшеп алған ұнымыздан қосамыз. Енді 2 ас қасықтан осылай 2 ас қасықтан араластыра отырып 6-7 қасықтай салып дрожжбен осылай сүтте жақсылап араластырып аламыз. Енді бетін жауып жылы жерге қоямыз. Ал оған дейін жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосамыз. Қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше толықтай венчикпен араластырып аламыз. Сосын үстіне кішкене ванилин қосып жіберіңіздер, немесе ванильный қант қосып жіберсеңіздер болады. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және мінекей біздің бағанағы массамыз, яғни апарамыз осылай дайын болады. Бұл апара өте ашығанға керемет болады. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар. Енді екі массамызды жақсылап біріктіріп, венчиктің көмегімен араластырып аламыз және ұнымызды салып отырамыз. Онды міндетті түрде електен алдын ала өткізіп алыңыздар. Барлығын бірдей емес, осылай шетінен қоса отырып, басында осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Достар, құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей бізде осындай қоймалы сұйық масса болды. Енді ұнымыздың қалған бөлігін осылай ыдыс бөлек жерге жайып аламыз. Енді үстіне жаңағы массамызды саламыз. Осылай қолымызбен домалақтап, ұнымыз біткенше қамырымызды осылай илеп аламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болуы қажет. Сондықтан дәл осылай жасап алыңыздар. Өте ыңғайлы жұмсақ қамыр пайда болады. Мінекей осы қамырымызды дайындап алғаннан кейін ыдысымызды алдын ала осылай сұйық май жағып, кішкене майлап жібереміз. Ыдысымызға жабысып қалмас үшін енді қамырымызды салып, бетін жауып 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Міндетті түрде жылы жерде болуы керек. 1 сағаттың ішінде осылай қамырымыз көтерілді. Тағы да қайтарып, тағы да жарты сағатқа қойсаңыздар болады. Мінекей осылай қамырымызды ашытып алдық. Енді қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз, ұзынша қылып. Енді майдалап ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Кішірек болуы қажет. Менде шамамен 20 данадай шықты. Қалауларыңыз бойынша 25 дана жасасаңыздар да болады. Осылай қолымызбен домалақ қылып, кішкентай формаларымызды алдын ала осылай дайындап аламыз. Бұл қамыр өте жұмсақ, ешқандай ұнды қажет етпейді. Дәл осылай жасай берсеңіздер болады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Әп-әдемі болып шықты. Енді противенге жайғастырып шығамыз және бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдыратын боламыз. Ал оған дейін бетіне посыпкасын дайындаймыз. Салқын сары майға қантымызды, ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап майдалап крошка жасап аламыз. Бұл булочканың бір ерекшелігі осы посыпкасында. Енді 15 минут тұрған қамырларымызды аламыз. Міндетті түрде бетіне жұмыртқаны, сарысын немесе жұмыртқаны жақсылап жағып шығарамыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қазақша контентті қолдап жіберіңіздер. Енді мінекей қамырымыздың үстіне посыпкаларымызды сеуіп шығатын боламыз. Міндетті түрде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Шамамен 20-25 минутта біздің булочкаларымыз қараңыздар өте күшті болып көтеріліп, әдемі болып шығады. Енді дәмде енді сөз жоқ, мамықтай жұмсақ болады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады, әсіресе балаларыма қатты ұнады. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.